Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге рататуй атымен танымал болған осы керемет витаминге толы тағамның жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алғаш соусымызды жасаудан бастаймыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майды құйып, пиязды жақсылап қуырып аламыз. Артынан сәбізді күштен өткізіп, оны да пиязбен бірге 3-4 минутқа қуырып аламыз. Артынан тәтті қызыл бұрыш және қызанақты салып, оларды бірге қуырып аламыз. Менде тәтті бұрыш қатырылған түрі, егер сіздерде балғын түрі барса, балғын түрінде қоссаңыздар болады. Соустың ең маңыздысы міндетті түрде томат пастасын қосуды ұмытпаймыз. Қалауларыңызға қарай барлық дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мен тұз, қара бұрыш, қызыл тәтті бұрыш және орегано қостым. Және 2 тіс ұсақтап туралған сарымсақ қостым. Егер қаламасаңыздар, сарымсақ қоспасаңыздар да болады. Мен дәмдеуіштерімді қосып жатырмын. Жаңа айтып кеткенімде қара бұрыш, қызыл тәтті бұрыш және орегано қостым. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін, артынан қайнаған су құйып, 5-10 минутқа бұқтырып пісіріп аламыз. Міне дайын болған соусымызды ыдысымызға жақсылап жайғастырамыз. Енді соусымыздың үстіне осы дайындап қойған көкөністерімізді рет-ретімен әдемілеп тізіп шығамыз. Рататуй үшін мен көкөністерден баялды, қызанақ, картоп және жасыл қабақ таңдадым. Осыларды әдемілеп рет-ретімен соустың үстіне әдемілеп тізіп шығамыз. Мен көкөністер тез пісу үшін жұқа турадым. Егер қаласаңыздар, сіздер орта немесе қалың түрде турасаңыздар болады. Мен көкөністері тізіп шықтым. Енді үстіне кішкене тұз және қара бұрыш себеміз. Қаласаңыздар, бұл процесті алдын ала жасасаңыздар болады. Көкөністерді турап болғаннан кейін бір ыдыстың ішіне алып, барлығын тұздап, қара бұрыш сеуіп, араластырып жасасаңыздар болады. Міне біздің рататуй осындай көрініске ие болды. Өте әдемі көрінісі бар. Біздің тағам біркелкі пісу үшін міндетті түрде ылғал пергамент қағазын жаптым. Енді пешке жібереміз. Пеште 190 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Міне біздің рататуй пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай көрінісі өте әдемі. Көкөністердің бәрі жұмсақ, әдемі болып пісті. Достар, бұл тағамды сіздерге жасап көруге өте кеңес етемін, өйткені шынымен де өте дәмді болды. Витаминге бай, жаз айында барлығымыздың мұздатқышымызда табылатын көкөністер, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Астыңғы табанына жасаған соусымыз көкөністердің дәмімен бірге үйлесіп, одан да дәмдірек болды. Егер де менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, жасап жатқан рецепттерім, тамақтарым ұнап жатса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен де бөлісе кетіңіздер. Маған қолдау көрсеткен барлық жандарға үлкен алғысымды айтамын. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар.